Xayrlı gün, xayrlı kеш, xayrlı ерте, кімгәдір түндір. Міне ойлап барам, біздің ата-аналарыбызға шондай қотлаулы ауыр шүр ләккән. Чөнки аларның аталары әлі бик андый ауырлықта яшамаган. Ризыклары жетіп тұрған. Тағы нәрсе үс киімлері болған. Бұл мен айтам енді әби бабаларыны. Чөнки менің әти мен әлі 10-шы, нешенші, 9-ны тамамладым ма, 8-ні сыйныфны. Шунда әлі ол пенсияға шықты шулық. Анын әтисі енді аңлайсыз, анардан үлкенірек. Шуға күрә міне бабай ол электіріп алған біздің ауыл базар өзәгі болған 100-лерше шақырымға біздің базар шунда. Шуңа күрә әлі ол тігі бір Шихов деген бір урыс мы, бүтән милләт кішісі мы, шунын тігірмәнді эшләгән ғұмыр бойына әлі сөйләгән идем. Миңа үлкен абыйларым әти мәрхүмдә сөйләдеме, бабай да, білмем. Бірінші империалистік соғышында аны соғышқа алып кетірге келгенлер. Ауыл шылтығы далада эшләгән. 2 елған да біздің ауыл янында қошыла. Шунда 1 елға янында тігірмәнді эшләгән. Әбине сағынып қайтқан еді. Яш бит әлі қан ойнап тұра. Әби белән түн уздырырга. Тағы бізге абыйлар я апаларны үршетірге тігі. Абый, апа енді дяди, тети аңладыңыз енді. Шол келгенлер текшіріп, әби алғанда шол сандыққа яшірген, киімлерін үстен ташлағанда, аны шулай тапмағандар. Соңдан граждан соғышында да болған хал. Анда да келгенлер соғыш қалабыз деп, анда енді пішәннің ішіне кіріп, ат білен қошып қалған бабай. Біздің яқта андай соғыш бармаған, базар бізден 20 шақырым түн яққа, һәм көбірек анда казачи деп айталар, казакилар, шулар, алар соғыш, алар оқлар білен қызыллар болған, ярлысы қызыллар янында, оқлары енді байлар яғында өзара соғышқанлар. Біздің ауылдан да соғыш болмаған. Әти мәрхүм әйтәдір тек